Менің атым Еділ. Батыста мені Аттилла, Құдайдың жазасы деп атаған. Өз заманымда түгел Еуропа мен Рим папасын тізерлеткен ұлы ғұн империясының билеушісі болдым. Мен тек дәулеттен шықтым. Әкем мұздық қаған ғұндардың Ақсүйек руынан болған. Бала кезде ең беделді ұстаздар маған әскер басқару мен шайқасуды үйретті. Әкем қайтыс болғанда таққа менің ағам Біледа отырды. Менің ағам санасы төмен, қабілетсіз билеуші болды. Әр шайқастан жеңіліспен оралып, елімізді құлдырата бастады. Мен оның билігіне 10 жыл шыдадым. Бірақ оны тоқтатпасам, еліміз әбден құрып кететінін түсініп, ақыры кеудесіне қанжар сұғып, өз қолыммен туған ағамды тақтан түсірдім. Таққа өзім отырған күннен бастап, әскерді күшейте бастадым. Біраз қол жинап, батысқа қарай жорыққа шықтық. Гот, Вестгот, герман тайпалары мен скандинав халықтарын жаулап алу қиынға соқпады. Олардың барлығын бағындырып, жерлерін тартып алдым. Бірақ менің көздегенім Рим болды. Римдік ұры саудагерлер біздің аталарымыз жерленген обаларды қопарып, ішінде жатқан алтынды ұрлап, өз қалаларына тасып жүрді. Біз үшін ең қасиетті, қастерлі дүниені қорлағанына жол бере алмадым. Сол үшін өз әскеріммен қоса скандинав, герман сарбаздарынан үлкен әскер жинап, Римге қарай бет бұрдым. Сол кезде Рим императоры Феодосий маған қарай хабар жіберді. Мен мал бағып отырған қайдағы бір қарақшыға ешқашан бас имеймін. Феодосийдің бұл сөзі өз ел үшін жасаған ең үлкен қастандығы болды. Ұлығын әскері саудагерлер тығылып отырған Рим қалаларын тас-талқанын шығарды. 100-ден астам қаланы қан сасыған өліктер даласына айналдырғанда, Феодосий өз ордасынан қашып құтылғысы келді. Сол кезде менің алдыма Рим папасы шығып, тізерлеп менен рахым сұрады. Бірақ біздің аталарымыз жатқан жерді қорлаған халық кешірімге лайықсыз. Сол үшін мен олардың мойнына бұрын сонды ешкім естімеген салық асып қойдым. Римдіктер маған жыл сайын 2 тонна алтын төлеп тұруға міндетті болды.